Баршаңызға сәлем. Базардағы салаттан кем түспейтін, тәбетті ашатын, сәбіз салатын және сол сәбіз салатын сәл түрлендіріп тағы бір салат жасайтын боламыз. Арнамнан алыстамай соңына дейін көріңіз. Салатты дайындау үшін бізге 1 кг сәбіз қажет болады. Оны сәбізге арналған теркадан ұзыншалап өткізіп аламыз. Барлығын өткізген соң жарты ас қасықпен тұз салып, араластырып жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағат өткен соң 2 шай қасық қант салып, бір араластырып аламыз. Әр қайсы шай қасықтан паприка, ашыл қызыл бұрыш, кориандр және жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. 4-5 дана сарымсақтың тішесін, жарты шай қасық сірке суын қосып, сарымсақтың үстінен қызып тұрған сұйық майды құйып араластырамыз. Бір салатымыз дайын болды. Енді бір банка фасольдің суын төгіп, суық сумен шайып аламын. Оған жаңағы дайын салаттан қосамын және кинза мен петрушка қосамын. Мінекей дем арада 2 салатымыз да дайын болды. Бұл салаттың ерекшелігі дайын болған сәттен тұтына беруіңізге болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.